Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әсем және де бүгінгі санымызда біз сіздермен керемет сиырдың сирақтарынан холодец әзірлейтін боламыз. Дәмі достар керемет. Яғни айтқанда ағзамызды нағыз табиғи жолмен коллагенмен толтыратын боламыз. Олай болса әзірлеуге кірісейік. Алдыменен сиырдың 4 сирағын жақсылап тұрып жуып аламыз. Одан кейін кастрөлімізге керегімше суымызды толтырып, сирақтарымыз батып тұратындай етіп, жақсылап тұрып сирақтарымызды жуып ішіне салатын боламыз. Сирақтарымызды салып болған соң дәміне қарай тұзын салатын боламыз. Тұзын салып, жақсылап тұрып бір қайнатып аламыз. Міне достар, біздің сорпамыз бір қайнады. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін міндетті түрде аламыз. Сорпамызды төкпейміз. Осы бір сорпамен холодец шығаратын боламыз. Бетін жақсылап тұрып тазалап, ішіне бір сәбізімізбен бір жуамызды салып жібереміз. Сәбізбен жуамызды 2 сағаттай қайнататын боламыз. Одан кейін бетіне лавр жапырақтарымызды салып, керегімше қара бұршымызды салып, қайната береміз. Екі сағаттан кейін сәбізімізбен жуамызды ішінен шығарып алатын боламыз. Шығарып алып, одан ары қарай 5-6 сағат сирақтарымызды асықпай, баяу отта қайнататын боламыз. Міне достар, бізде 6 сағат өтті. 6 сағатта біздің сирақтарымыз бұлқып, сүйектерінен бөлініп пісті, жақсылап тұрып. Сирақтарымызды ішінен түгелдей шығарып аламыз да, қалған сорпамызды 2 есе азайғанша сарқылдатып қайнататын боламыз. Шығарып алған сирақтарымызды жақсылап тұрып, уақтап тұрып, майдалап тураймыз. Бізге керекті 10 сарымсақ, дәміне қарай тұзы, бұрышы және де сәбізіміз. Сирақтарымызды осылай сүйектерінен ажыратып, уақ сүйектерін бәрін түгелдей алып, жақсылап тұрып майдалап турап шығамыз сирағымыздың барлығын. Одан кейін турап болған соң сорпамызды сүзгіміздің бетіне мәрлімізді қойып, сорпамызды сүзіп аламыз. Сорпамызды сүзіп болған соң үстіне үккіштен өткізген бір морковымызды, жаңағы сәбізімізді ішіне саламыз. Одан кейін 10 сарымсағымызды, дәміне қарай тұзын, бұрышын өзіңіз мөлшерлеп қарап салыңыздар. Тұздың дәмі аздап басымдау болу керек. Жақсылап тұрып бұлғаймыз да, табақшаларымызға майдалап туралған сирақтарымызды жайғастырамыз. Менде 2 табақша болды. 2 табақшаға бөліп сирақтарымды жайғастырдым. Яғни айтқанда майдалап туралған еттерімді. Жайғастырып болған соң үстіне ожаумен жақсылап тұрып сорпамды құйып шықтым.
керегімше. Бір табақшамды құйып болған соң, екінші табақшама да дәл осылай еттерімді салып, үстіне сорпаларын құйып, дәл солай жасадым. Және де екі табақшамызды құйып болған соң, жалпы сирақтарымызды салып, сорпасын қойып болған соң, бір күнге салқын жерге қойып қоятын боламыз. Холодеціміз әбден қатқанша. Келесі күні көретін боламыз. Міне достар, екінші күн менің холодецім қатты, көріп тұрғандарыңыздай керемет болып қатып шықты. Енді қазір кесіп көретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай холодецтің сорпасы да өз-өзін ұстауы керемет. Достар, рецептін сақтап, маған лайк және комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Әсем. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.